Саламатсыздар ма, құрметті достар, Азастрой енді ютубта болатын болды. Біз деген басында инстаграмға істегенбіз, бірақ ана хронометражымыз ұзақ болғандықтан енді ютубқа да қадамымызды жасап жатырмыз. Бірінші біздің выпуск ламинам жайлы болады. Ламинам бұл деген керамикалық үлкен плиткалар, итальяндық бренд. Осы ламинамның шоурумына кеттік. Ой, держи. Сонымен ламинам керамика әлемінде Rolls-Royce деп айтса болады. Өйткені бұл жаңадан шыққан материал, ең үлкен, ұзындығы 3 метр, ені 1.20 қып жасауға болады. Ешқандай стык сіздерде болмайды. Бірақ кез келген сонымен кез келген размер, кез келген формат, кез келген фактурамен жасаса болады. Міне сіздердің алдарыңызда мына бұл деген ламинам 3 метр биіктігі, ені 1 метр, 1.20 қып жасаса болады. Өсіп тас сияқты қып жасауға болады. Мраморы да бар, глянец матовый, неше түрлі осы тас сияқты жасалған түрлері бар. Және де маған өте ұнайтын түрі, бұл деген қараңыздаршы, бұл деген менің ойымша шедевр. Бұл деген темір лист, бір кеменің бір листін алып қоя салған сияқты қараңыздаршы, міне. Металлический лист сияқты керемет. Бұл деген сырылмайды, судан қорықпайды, өртесе де болады. Не істесеңіздер де ештеңе болмайды. Және бұған 25 жыл гарантия береді. Бүкіл шоурум осы ламинамнан жасалған. Пол бізде ламинам. Қабырғалардың бәрі ламинамнан қойылған. Есіктер қазір мынандай скрытый дверь деген модада ғой. Міне есіктің сыртында өсіп қаптаса болады. Міне көрсете кетейін, қараңыздар. Және де осылай, міне, санузелге де қойса болады, осындай әдемі пано жасап, стильный. Мына қараңыздар, мына плитка, мына осы түрі, бұл деген коллаборация Арманимен бірге арнайы жасалған, то есть официально коллаборация с Армани, то есть очень много крутых видов. Единственное, просто иметь фантазию, куда вы хотите это все употребить. Ас үй көрсетілген, жиһаздың сыртын міне осындай ламинамен қапталған, көріп тұрсыздар. Мына столешница, мойка. Және де ең ұнайтыны маған столешница. Мына столешницаға қараңыздаршы, міне он полностью литой, 3 метр үлкен стол жасаңыз болады. Қонақтар кеп шақырып, қалыңдығы 3 мм, 120 килограммға шейін көтеріледі. То есть сынбайды ештеңке, тіпті өрттен де қорықпайды. Осындай столыңыз болса, біріншіден бұл экологиялық тазала. Бұл материал ештеңеден қорықпайды. Біріншіден бұл экологичный материал. Зеленка біресе төгіп алсаңыздар да ештеңе сіңбейді, сүртіп жіберсеңіз тап-таза болып тұрады. Екіншіден өрттен де қорықпайтынын қараңыздаршы. Мен сіздерге көрсете кетейін. Бұл деген таза керамика болған соң, міне, өстіп жанып жатса да ештеңе болмайды. Өстіп үстінен бүйтіп ет әкеп шашлық жасасаңыздар да болатын шығар. Сосын бұл плиталарға, жаңа столешница біресе қойсаңыз, пышақ қойып, пышақ қайрасаңыз болады. Міне, қанша сырылып жатса да, ешқандай іздер ештеңе қалмайды. Өстіп, пышақтарыңызды қайра берсеңіздер болады. Міне қарап көрдіңіз, міне отвертка уже қайралып қалды. Жаңа әртүрлі структура дедік қой, міне ағаштан да жасалған ағаш тектес бар. Под камень осылай подсветкамен әдемілеп, күшті керемет интерьер жасап, пано жасап жасасаңыздар болады. Мысалы, міне мынандай пано жасаса болады. Міне мына стендерді көріп тұрсыздар. Осындай керемет залға да болады, қонақ үй, ас үй, жаңағы ванна, санузел дедік. Мүмкін тіпті сіздерде магазин, дүкен, ресторан, кафелеріңіз болса, осындай әдемі керемет дизайн жасасаңыздар да болады. Ламинамды полға да, қабырға, потолок, бәр жерге қолдансаңыздар болады. Мен қатар тек үйдің ішінде ғана емес, үйдің сыртына да, қазір құрылыс компаниялары көбісі үйдің сыртына фасадқа оны орнатып жатыр. Өздерінің подконструкциялары бар, олар әдемілеп сіздерге бәрін санап, жинақтап береді. Және бұл материалға 25 жылдық гарантия беріледі, кепіл беріледі. То есть сіздер деген ертең үйдің сыртына қоя берсеңіздер, 25 жыл тұра береді, ештеңе болмайды. Көп фиброцемент, сондай материалдардан
қойып жатқандар көбісі сынып атады. Ал бұл жерде именно подконструкция дұрыс саналған, жаңағы на изгиб, на излом дейді ғой, соның бәрі дұрыстап саналған. Ламинамның ең артықшылықтарының бірі, бұл деген, ой, держи, ты что? Сонымен, ламинамның ең артықшылықтарының бірі, ол деген оның тығыздығы. Өйткені бұны өндірген кезде әр квадратный метріне, шаршы метріне 8 тонна қысым жіберіп, под давлением он прессуется, получается. Соның арқасында бұл деген өте тығыз және мықты болып келеді. Сондықтан қазір тастап көрейік, қалай болатынын көреміз. Давай попробуем. Раз, два, три, ал кетті. Вот. Так, тексерейік. Көргендегіңіздей осындай керемет жаңа материалдардың бірі біздің Қазақстанның нарығында Laminam Group компаниясы әкеп жатыр. Алматы қаласы Гагарина 245 адресі бойынша осындай шоурумға келіп көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнаса, міндетті түрде комментарий жазыңыздар, ойларыңыз жазыңыздар, қандай материал тағы түсірсек болады, не қызық сіздерге, және міндетті түрде маған ол өте маңызды. Подпишитесь и лайк қойып жазып кетіңіздер.